Сәлем баршаға, сіздермен Арайдың асханасы өте дәмді, пышный болып шығатын үй жағдайында пигуди жасаймыз. Балалық шақтың дәмі өте дәмді, тойымды астардың бірі. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Алдымен қамырымызды жасап аламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы суымызды, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұзды салып, екеуі ерігенше жақсылап араластырамыз. Еріп шыққаннан кейін дрожжымызды саламыз да, ұнымызды аз мөлшерден сала отырып, жұмсақтау болып қамыр илеміз. Қыздар, суларыңыз міндетті түрде жылы болуы керек, өйткені қамырларыңыз ашымай қалады егер жылы болмаса. Ең соңында сұйық майымызды құйып, тағы да 1-2 рет илеп жібереміз. Жұмсақ қамыр болады, булочканың қамыры сияқты. Бетін жауып, көтерілгенше қалдырамыз. Начинкасына 4 бұрышты туралған капуста, пияз, дәміне қарай тұз салып, жақсылап қолымызбен мыжғылап тұрып араластырамыз. Немесе қуырып алсаңыздар да болады. Мен қуырмай жасадым. Фаршымыз салып араластырамыз. Біздің қамырымыз ашып шықты. Бірдей көлемде болу үшін әрқайсысын 80-90 грамм қылып өлшеп алдым. Сөйтіп, кішкене ғана ұн сеуіп қамырымызды жаямыз. Қыздар, қатты жұқа қылып жай жүрмеңіздер, кішкене ғана жасаңыздар жеткілікті. Ортасына начинкамызды салып, қалауларыңызша әдемілеп түйіп немесе өріп шықсаңыздар да болады. Мен дәл осылай түйіп шықтым. Мантаваркамызға майлап, міндетті түрде май жағыңыздар астына жабыс қалмау үшін. Сөйтіп, қайнап тұрған суымызды 40 минуттай пісіріп аламыз. Егер ішіндегі салмасын қуыратын болсаңыздар, тогда 20 минутта пісіп шығады. Мінекей осылай пышный болады. Бір-біріне жақын орналастырмаңыздар, көлемі 2 есеге үлкейеді. Осылай морковче салатымызбен, кетчуп, майонезбен әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді. Тіпті осы бір штугына да тойып қаласыздар ғой. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы ас болсын.